Саламатсыздар ма, құрметті достар. Сіздермен бір оймен бөліскім келіп отыр. Жалпы бат дегеніміз не да? Оның бізге қандай пайдасы бар? Бат дегеніміз белсенді активті қоспа. Негізді биологически активные добавки дейді. Орысша белсенді активті қоспа. Ол бізге енді біріншіден одан қорқатын ештеңе жоқ. Бат дегеніміз, мысалы, менің түсінігімде ол витамин, минералдар, дәрумендер да біздің ағзамызға қажетті. Енді мынандай сұрақ болады да, ол маған не үшін керек деген сұрақ болады бізде. Соның ішінде мысалы қазақстанда көп болады ондай сұрақ. Не үшін керек маған? Онсыз да өмір сүріп келдік қой. Ата-бабаларымыздың қайсысы бат ішіпті, қайсысы витамин ішіпті деген сияқты, да? Енді қараңыздар, мысалы, осы жерден мысалы бірден жауап бере кетейін, не үшін ішуіміз керек? Өйткені біздің қазіргі тамақтарда бізге ағзамызға керекті витаминдер жетіспейді. Қарапайым мысалы қазір сіз қияр помидорды қайдан аласыз? Огородта отырғызасыздар ма? Жоқ, базардан, магазиннен сатып аласыз, правильно? Ет алсаңыз, окорочка алсаңыз, тоже магазиннен сатып аласыз. Көппен бәрін, алма, жаңағы банан, фрукт, овощ, фруктылардың барлығын сатып аламыз. Енді қараңыздар, мысалы қазіргі алмаларда даже, мысалы, бір тістеп қоятын болсаң, сарғаймайды, да? Это о чем говорит? Оның құрамында жаңағы железо аз деген сөз, да? Почти жоқтың қасы. Одан кейін байқасаңыздар, біз мысалы базарға барып сатып алған кезде біз андай қып-қызыл, бүлінбеген, құрт жемеген алмаларды таңдап жүріп аламыз. Сондай выбор беріп қойсаңыз, пакетке аламыз да, сондайларды салып аламыз, да? Былай қарап тұрсаңыз, даже оны құрт жемейді. Мысалы құртты қасына қойсаң, потому что оны құрт жемейді, оны біледі. Ал құрттаған алмалар алмаймыз. Мысалы огородта, мысалы алма ағаштарының кәдімгі үйде өсетіндерде, мысалы құрттайды. Оны мысалы бір тістеп қарап қоя қойсаңыз, 30 секундтың ішінде сап-сары болып шыға келеді. 30 секунд, мысалы 1 минуттың ішінде қызарып шыға келеді. Неге? Ол өйткені натуральный. Сіз оған ешқандай селитра қосқан жоқсыз деген сияқты. Сол сияқты да, енді айта берсек көп, әрбір заттың. Окорочка то же самое, жаңағыдай птицефабрикаларда, мысалы балапан күнінен бастап соятын уақытқа дейін, ол деген мысалы неше түрлі жаңағы жеммен қосып неше түрлі жаңағы дәрумен гормондарды береді, үрлеп өседі. Ол 1,5 айдың ішінде мысалы кәдімгі үп-үлкен тауық болып шығады. Негізі каждыларыңыз мысалы ауылда білесіздер, кішкентай балапанынан бастап соятын уақытқа дейін жоқ дегенде 5-6-7 ай уақыт керек. Мысалы мына көктемде туған болса, оны қыста мысалы союға болады деген сияқты. Ол потому что өседі. Ал 2 айдың ішінде мысалы жаңағы птицефабрикаларда өсіп шығады. Ненің әсерінде? Ол жаңағы жем, ол бүйтіп тұрады. Оның ішінде құрамында жаңағы етінің құрамында жаңағы неше түрлі жаңағы холестериндер көп, мысалы да зиян заттар бар, ол біздің организмге барып түседі. Одан кейін барады да, жаңағыда бауырымыз ауырады, почкамыз ауырады, бүйрегіміз ауырады, жаңағыда ешқандай ішімдік ішпейтін, шылым шекпейтін адамдарда да ауырып жатады. Даже не үшін? Өйткені олар жаңағыдай зиян заттар көп қолданбаса да, олар мысалы тамақ ішеді. Тамақтың құрамын деген мысалы осындай. Түсінесіздер ме? Енді бұл дегеніміз бұдан мүлдем бас тарту деген сөз емес, тамақ ішпеу керек деген сөз емес. Онсыз енді болмайды ғой. Бірақ просто мынау сол тамақта жоқ витаминді толтыратын осы баттар, белсенді активті қоспалар. Түсінесіздер ме? Сондай нәрсе. Сол үшін сіз өзіңіз денсаулығыңыз жақсы болу үшін сізге осы баттарды қолдану керек. Оның баттың да өзінің әртүрлі, неше түрлі бөлінеді. Мысалы, көздікі бөлек, жүректікі бөлек, суставтардікі бөлек деген сияқты да. Шаш, тырнақ, мысалы, соларға кожаға әсер ететін, мысалы, бөлек-бөлек. Солардың каждый, мысалы, ажыратып алдыңғы видеоларда тағы айтатын болам. Жалпы сол үшін, чтобы сіздің деніңіз сау болу үшін сондай керек. Мысалы, бұл ешқандай да дәрі емес, сол ауырмаудың, мысалы, баяғыда айтып кеткен қазағымыз, сен ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Міне, пожалуйста, қазіргі таңда ауырмайтынның жолы осы. Ал енді, мысалы, қарап отырсаңыздар, қазір құдай сақтасын, мысалы, инфаркт, инсульт, мысалы, өте көп, кішкентай балалар туа салып, аллергия, неше түрлі аурумен туып жатыр. Неге? Енді, мысалы, ол деген жаңағыдай шыққан несіне байланысты, қандай жерден шығады, соған байланысты. Оның ата-анасына егер белгілі бір витаминдер жетіспесе, одан мысалы ешқандай да толыққанды дені сау бала тумайды. Түсінесіздер ме? Сол себептен де бұл просто қазір керек. Бұрын мысалы ата-бабаларымыз ішпесе, ол кезде қымыз ішті, сүт ішті, айран ішті, құрт жеді, май жеді, барлық сиырдан алды. Сиыр деген жайылып жүрді. Оған ешкім удобрение қосып бермейді жеміне. Мысалы қарап отырсаңыздар, кәдімгі қойдың, сиырдың, таза жылқының етін жеді, далада шөпте жайылып жүрген.
түсінесіздер ма? Қазір ол жоқ қой. Семіртетіндер де құдай білсін не қосып жатқандар. Даже специально жаңағы мясокомбинаттарда бірдеңе қосады, что бұзылып кетпеу үшін. Енді ол маркетинг, ол қазір заманның талабы. Түсінесіздер ма? Ол барған сайын сол витамин азая бермесе, ол ешқашанда көбеймейді. Ол көбею үшін ол өте қымбат болады. Түсінесіздер ма? 2-3 есе қымбат болатын болады. Мысалы, біреу огородта келіп сататын болса, ондайлар да болады. Ал мынау, сіз күнделікті соны аласыз, бірақ сіз ертең мысалы содан ауырып дәріге кеткен ақшаға, лучше сіз қазірден бастап денсаулығыңызды жақсы өзіңізді сезінетін боласыз. Жалпы осындай. Енді тағы да ақыр бастадық қой, айта кетейін. Мен мына жерде мынандай бір ақпараттармен, әріптестерден келген ақпараттармен бөліскім келіп отыр. Қазір әлемдегі ең өте бай жаңағы экономикасы болсын, халқы жағынан болсын, өте жақсы үлкен бір державалардың бірі Япония мемлекеті да. Бұл мемлекетте 90% адамдар осы бат қолданады екен. 90% адамдар. Және де мынандай бір статистика бар екен, 61 жылы білесіздер Хиросима жарылысы болды. Содан кейін, сол жарылыстан кейін 50 жылдың ішінде Япония халқының санын 19 миллионнан 138 миллионға жеткізген. Түсінесіздер ма? Және де ол жақта орташа өмір сүру жасы, мысалы 80, 82 жас, 85 жас пен 80 жастың арасында. Ал бүкіл не бойынша, мысалы, қазір, ал Россияда, мысалы, 3-5% адамдар қолданады батты. 3-5% адамдар қолданады. Сол енді осындай компаниялардың бір менеджерлары болар, солардың жақындары деген сияқты. Ал, мысалы, қарап отырсақ, 95% адам қолданбайды да. Қандай огромный рынок бос. Россияның өзінде, мысалы, 150 миллион халық бар. Ал өмір сүру орта жас бойынша, жаңа айттым ғой, 80-82 жас ең ұзақ жасайтындардың қатарында жатады. Япония мемлекеті олар 2-ші орында тұр. Ал Россия 119-ші орында тұр. Енді осыдан ары қаратай өздеріңіз ойлана беріңіздер. Біз де сол Россиямен шамаласпыз, плюс-минус 119, 120, сол шамаларда болармыз біз. Түсінесіздер ма? Баттың сіздерге беретін қандай пайдасы. Бұл факт, бұған сенсеңіз де болады, сенбесеңіз де болады. Ал енді мына нәрсеге назар аудару керек. Дүние жүзі бойынша дейді, дәрілік заттардан пайда болған аурулар 4-ші орында тұр дейді. Дәрілік заттардан. Мысалы, біз қалт етсе жаңағындай кетанол ішеміз, аспирин ішеміз, цитрамон ішеміз, парацетамол ішеміз. Біз әнжер ауырып тұр, мынжер ауырып тұр, сразу. Сол кезде моментте қойғызғанмен, оның последовательно, мысалы, бізге беретін зардабы өте жоғары. Ал сол дәрілерден болатын өлім дейді 7-ші орында тұр. Мысалы, статистика бар ғой, мысалы, авариядан бәлем осынша қайтыс болған, мысалы, осынша инфаркттан, инсульттан деген сияқты, ал дәріден болатын өлім 7-ші орында тұр екен. Түсінесіздер ме? Сондықтан да бұл енді, чтоб сіздерге нетпеу үшін, бат деген бұл дәрі емес, бұл просто сізге как витамин ретінде қолданып отырасыз. Түсінесіздер ма? Сол үшін сондай мақсатқа бізге керек. Жақсы, рахмет достар, видео ұзақ кетпесін. Тағы жеке сұрақтарыңыз болса, жеке бәріне жауап береміз. Әлде де жақсы видеолармен бөлісетін боламыз. Дұрыс түсініңіздер. Сіздерге просто білгенімді, естіген, көрген, білгенімді айтып жатырған. Біреу болмаса, біреуге әсер етеді, дұрыс түсінетін боласыздар. Көп-көп рахмет. Тыңдағандарыңызға жекеме шығыңыздар, жазыңыздар, сұраңыздар, бірге талқылайтын боламыз. Бөлісетін болам тағы да көптеген ақпараттармен. Рахмет, сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, бай болыңыздар. Көп болайық.